Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Менің аты жөнім Искакова Алтынай Мұратқызы. Арнайы пәндер оқытушысымын. Тағамдық өнімдердің тауартану негіздері пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тауарларды штрих-кодтау. Сабағымыздың мақсаты штрих-кодтар арқылы тауар сапасына сипаттама беру және штрих-кодтарды есептеуді үйрету. Кәсіпорындар, коммерциялық құрылымдар, тұтынушылар тауар сапасы туралы толық әрі сапалы мәлімет алғылары келеді. Тауар сапасы туралы нақты әрі толық ақпарат ол тауарды маркілеу, штрих-кодтау және жарнамалау жатады. Маркілеу дегеніміз бұл тауар қаптамасындағы белгі, мәтін немесе суреттерді айтамыз. Штрих-код дегеніміз тауар сапасын есепке алу және автоматтандырылған идентификация үшін арналған сандар мен белгілер. 100 жыл бұрын дүкенде баға немесе штрих-код қолданылмаған. Тауарды алғысы келген тұтынушы тауарды нұсқаған, ал сатушы тауардың бағасын тауардың көлеміне қарай анықтаған. Штрих-кодты ең алғаш 1949 жылы аспирант Норман Джозеф Вундельт ойлап тапқан. Оның айтуынша Морзе азбукасын қолданған. Оның айтуынша азбукадағы тире, сызықтарды ұзарту арқылы жуан және жіңішке белгілерді белгілеген. Содан бері штрих-кодтар қазіргі таңда үлкен қолданыста. Ең алғаш рет штрих-код арқылы сатып алынған өнім 1974 жылы 26 маусымда сатылған. Ол тауар Juicy Fruit деп аталатын сағыз болған. Ол қазіргі таңда Смитсон мұражайында сақтаулы тұр. Штрих-кодтың дизайны ақ немесе қара түсті болуы шарт емес. Қазіргі кезде әртүрлі түстегі штрих-кодтар қолданылуда. Штрих-кодтарды енгізу өндіріс саласында, сауда орындарында ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты туындады. Нәтижесінде тауарларды тіркеу, есепке алу, тиеу түсіру процестері жеңілдетілді. Құжаттарды қолмен толтыру, қоймадан тауарларды табу үлкен еңбекті және уақытты қажет етеді. Және осы операцияларды орындау соңында қателіктер кетуі мүмкін. Сол себепті қазіргі таңда штрих-кодтар кеңінен қолданылуда. Жалпы штрих-кодтарды екі түрге бөлеміз. Еуропалық EAN және америкалық UPC болып бөлінеді. Екеуінің айырмашылығы UPC кодының екі бастапқы және соңғы саны кіші сандармен бейнеленеді және соңғы саны зебрадан тыс орналасқан. Штрих-кодтардың құрылымы. Алғашқы екі цифр өндірушіні, оның тауарын тіркеген және оларға реттік номерін бекіткен ұйым орналасқан мемлекет кодын білдіреді. Әрбір мемлекетте EAN қауымдастығы орталықтандырып код диапазонын береді. Кодтар әдетте екі орынды. Франция 30-дан 37-ге дейін, ақш пен Канада 00-ден 09-ға дейін, Жапония 45-тен 49-ға дейінгі сандар. Бірақ кейде өндіруші кодының бір белгіге қысқаруына байланысты 3 орынды болуы мүмкін. Өндірушіге кодты келесі 3 пен 5 цифрлары Unixan қауымдастығы тағайындайды. Ол EAN халықаралық қауымдастығында өз мүшелерін қолдайды. EAN 8 және EAN 13 кодтарының келесі цифрлары тауар туралы мәлімет береді. Оны өндіруші ұйым немесе сатушы өзінің кәсіпорны шегінде тіркеу нөмірі ретінде белгілейді. Осы цифрлар көмегімен идентификация үшін қажет тауар туралы мәліметтер кодталады. Аталуы, сұрыпы, массасы және тағы басқа мәліметтер. Соңғы код 8-ден 13-ге дейін немесе 14-ші код бақылау саны. Штрих-кодты сканер көмегімен EAN алгоритмінде оқуға арналған. Тауардың түп нұсқалығын штрих-кодтың бақылау цифрларын есептеуден кейін анықтауға болады. Есептеу мына түрде жүргізіледі. Штрих-кодтың жұп орнында тұрған цифрларды қосу. Шыққан санды 3-ке көбейту. Келесі штрих-кодта тақ орында тұрған цифрларды бақылау цифрынан басқа сандарды қосу. Бастапқы шыққан бірінші және екінші пунктте есептелінген сандарды қосу. Шыққан саннан ондықтарды алып тастау. 10-нан соңғы шыққан санды алып тастаймыз. Егер есептеуден кейінгі шыққан сан штрих-кодтағы бақылау цифрымен сәйкес келмесе, тауар заңсыз шығарылғанын көрсетеді және оның сапасы кепілді емес болып табылады. Қорытындылай келе, штрих-код тауарларды есепке алып қана қоймай, сонымен қатар тауар сапасының заңдылыққа сәйкестілігін анықтайды екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма тұтыну тауарларын маркілеу тақырыбы бойынша презентация даярлау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.